Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қызыл балық қосылған шпинатты рулет дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Ең алдымен 150 грамм шпинатымызды жуып тазартып ыдысқа салып, ыстық су құйып 1 минутқа қалдырамыз. Одан кейін шпинатымызды сүзіп алып, блендерімізге салып, сәл лимон шырынын қосып, миксерлеп аламыз. Енді кезекте жұмыртқамыздың ақ уызынан сары уызын ажыратып, шпинатымызға тек қана жұмыртқаның сары уызын салып шығамыз. Блендерді араластыру қиын болғандықтан мен кеңірек ыдысқа салып алдым. Ендігі кезекте жұмыртқамыздың ақ уызына сәл ғана тұз салып, миксерлеп аламыз. Аппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Шпинатқа ақ уызды салмастан бұрын 40 грамм ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін барып ақ уызымызды 2-3 бөлшекке бөліп, лопатканың көмегімен астынан жоғары қарай көтеріп, осылай араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін протеинге пергамент қағазын төсеп, қысып тұрған пешке 180 градуста 12-15 минуттың арасында пісіріп аламыз. Салмасын дайындаймыз. Творожный сырға қою болғандықтан аз ғана сливке қостым. Қоймалжың қылып жасап алдым. Шпинат рулетіміздің ішіне салатын балығымыз осындай қызыл балық. Дайын күйінде сатып алдым. Дастарханымызға пищевой пленкамызды төсеп аламыз. Рулетімізді әбден суытып алып, пергамент қағазына түсіріп, пищевой пленкамыздың үстіне қойып, творожный сырымызды жағып шығамыз. Теп-тегіс қылып жағып алғаннан кейін қызыл балығымызды орналастыратын боламыз. Ендігі кезекте пищевой пленканың көмегімен видеода көріп тұрғаныңыздай тығыздап, дөңгелетіп ораймыз. Екі жағында пищевой пленкамен нығыздап орап, холодильникке 3-4 сағатқа немесе 1 түнге қалдырамыз. Өте дәмді рулеттер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналымда бұдан да басқа сәбізден және қызылшадан жасалған рулеттің түрлері бар. Осы видеоның астында описание бөліміне сілтемесін қойып кететін боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Дастарханның сәнін ашып тұратын және өте дәмді рулеттерді үйден дайындап көруге кеңес беремін. Ас болсын жақсыларым.